Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Баршамызға белгілі 2018 жылдың 5 қазанында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру тақырыбындағы өзінің жолдауын жолдады. 6 тараудан тұратын бұл жолдауда әдеттегідей жас ұрпақ тәрбиесі, білім, ғылым саласы да ұмытталған жоқ. Білім беру жүйесіндегі 4 модельге ерекше мән беріледі. Мектепке дейінгі тәрбиеде бұл іс одан әрі жандандырыла түспек. Ең үлкен қуанышты нәрсе деп айтуға болады педагог мәртебесі туралы заңның қабылданатындығы. Жолдауда көрсетілген барлық президентіміз әдейі басымдық берген психологтермен жұмыс, оқушылардың кәсіби деңгейінің артуы, оларды белгілі бір кәсіпке баулу сияқты мәселелер біздің біліктілік арттыру жүйесінде де өз орнын табатын болады. Алдағы уақытта осы жолдауда көрсетілген басымдықтар бойынша біліктілік арттыру курстар ұйымдастырылады, курсаралық шаралар, курстан кейінгі қолдау жұмыстары жүргізілетін болады. Құрметті әріптестер, бізбен сіз бірге отырып жолдауды үлкен табыспен орындап шығамыз деген сенімдеміз. Әрқашанда аманшылықта жүздесейік. Сіздердің еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Сау болыңыздар.